Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіз. Сіздермен бірге Инка Максовна тартылған етпен, қатпарлы қамырмен жасалған өзбек халқының тағамы самсаны дайындаймыз. Ол өте дәмді. Каналға тіркеліп, видеоны міндетті түрде соңынан дейін көріңіз. Тағамға керек өнімдер видеоның астында толық жазылған. Тартылған ет, сақтап туралған жуа, күнжут, қара бұрыш, тұз, жұмыртқа және дүкеннен сатып алынған қатпарлы қамыр. Ең алдымен біз жуаны етке саламыз. Қара бұрыш пен тұзды қосамыз, дәміне қарай. Жақсылап араластырамыз. Етті араластырып алдық, енді қамырға кірісеміз. Қамыр бізде тоңазытан шыққаннан кейін кішкене жұмсарып, еріп тұру керек. Мұны осындай жұмсақ болу керек. Енді осылардан керегінше өзімізге кесіп аламыз. Формасын келтіреміз. Нанымыз, 4-3 нанымызды алып дөңгелетеміз. Қамырды ұнға ойнатып дөңгелетеміз де жгутты осындай домалақ формаларға бөлеміз. Оларды саусақпен жапсырып, одан кейін оқтаумен осындай қалыңдықта қамыр жаямыз. Ішіне бір ас қасық салмасын салып, шет-шетін өреміз. Өрген өте оңай және әдемі болып шығады. Тура видеодағыдай жасап көрсеңіз болады. Осы барлық өнімдерден 30-35 дана шығады. Енді бір дана жұмыртқаны ыдысқа жарып аламыз да шаңышқымен араластырып, самсаның бетіне кисточкамен жағып шығамыз. Біздің осы көлемдегі самсаға бір дана жұмыртқа жеткілікті. Одан кейін әдемілігі үшін әр самсаның бетіне күнжутты сеуіп шығамыз. Міне біз самсаның барлығын өріп алдық. Енді бұны қызып тұрған пешке 200 градуста 30 минутқа пісіреміз. Піскен самсаны ыстықта жесеңіздер өте дәмді, ол өте қытырлақ, осындай қатпарлы болып піскен, ішіндегі еті толық піскен болып шығады. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.